Так, бүгінгі сабақта біз бір мембраналы органелларды өтеміз. Оны қалай түсінеміз? Егер жасушаға қарайтын болсақ, жасушаның сыртында мына жерде мысалға сап-сары болып, оны қоршап тұрған ол жасушаның мембранасы да, және де ол бір мембраналы болып саналынады. Яғни тек қана бір мембрана жасушаны қоршап жатыр. И мембрана бізде фосфолипидтерден тұрады. Осындай бір-бірлеріне қарама-қарсы тізіліп орналасқан фосфолипидтер, мына дөңгелек және де екі аяғы бар. Тап осы бізде бір қатар болып саналынады. Жақсы ма? Бұл бір қатар. Вот, осындай құрылымдар бізде кейбір органеллаларды қоршап жатыр. Кейбір емес, даже жасушаның ішіндегі органеллалардың көбін бізде осындай мембраналар қоршап жатыр. Біреулерін тек қана осындай бір мембрана қоршайды, ал кейбіреулерін екі мембрана қоршайды. Бүгін біз именно бір мембрана қоршайтындарын қарастыратын боламыз. И олар бізде көбінесе мына жердегі белгіленген ЭПТ көк түстегі түгелімен де, тегісі де, бұдыры да, және де мына жердегі қызыл түспен белгіленіп тұрған Golgi аппараты, и мына жердегі жасыл түспен белгіленіп жүрген көпіршіктер, және де мына жердегі кейбір лизосомалар. Вот, в основном осылар бізде бір мембраналы болып саналынады, и оның әрқайсысына қазір тоқталып өтетін боламыз. ЭПТ бұл бізде түтікшелер мен қоймалар жиынтығы. Жақсы ма? Түтікшелер мен қоймалар жиынтығы, оны былай жаттап аласың. Мына ортасында тұрған, мен қазір көкпен белгілеп тұрған, бұл бізде ядро. И ядроның мембранасымен бұл жалғасып жатыр. Мына жерден көре алатын болсаң, ядроның мембранасымен жалғасып жатыр. Және де ядроның ішінен біз айтқан болатынбыз осыған дейін рибосома жасалынады. Ядро шықта именно. Сол рибосомалар мынан шыққаннан кейін кейбіреулері бос өздігінен цитоплазманың ішіне жүзіп кететін болса, кейбіреулері осы ЭПТ-ның именно бұдыр ЭПТ-сына келіп жабысып алады. Мына жердегі дөңгелектер бізде осы рибосомалар. Так, осыған байланысты біз рибосомаларды екіге бөлеміз. Яғни рибосома келіп жабысатындарын біз түйіршікті деп атаймыз, немесе бұдыр. Ол мына жерде микроскоптың астынан осылай болып көрінеді. Және де мына әр дөңгелек тұрған точкалар бізде ол рибосомалар. Және де екіншісі ол бізде тегіс. Яғни ешқандай сыртында рибосомасы жоқ. Мына суреттегі бізде қызыл түстегісі ол бұдыр. Мынау. Ал мынаусы бізде тегіс. Сырты теп-тегіс. Вот осындай простой өзгешелік бар екеуінің арасында. И бізде тегіс ЭПТ, эндоплазмалық тол, бізде ол липидтер мен көмірсуларды синтездейді. Ал бұдыр болатын болса, сырттарында рибосома бар болғандықтан біз білеміз, рибосомалар нәруз синтездейді ғой. Сол синтездеп жатырған нәрузын рибосома сразу қасында тұрған есіктен ЭПТ-ның ішіне беріп жібереді. Сондықтан біз айта аламыз, бұдыр ЭПТ-лар нәруздарды синтездейді деп. Неге именно көп жерде осы үш макромолекула туралы айтылады? Именно липидтер немесе майлар, көмірсулар және де нәруздар. Бұны сен осыған дейін де кездестірдің. Бұны сен қазір кез келген продуктын алатын болсаң, дүкеннен алынған. Соның сыртында майлар, көмірсулар, нәруздар деп именно үшеуінің грамдары беріліп тұрады. Неге? Себебі бізде кез келген тіршілік, кез келген жасуша именно осы заттардан тұрады. Қасында еще нуклеин қышқылы деген бар, бірақ одан тек қана біз ДНК мен РНК жасаймыз, ал қалғандарының барлығы осы үш зат. Окей? Және де мынаның қазір біз қалай кезектілігін айтып кетейік, порядокты да. Ол ЭПТ-ның ішінде жасалғаннан кейін, мына липидтер мен көмірсулар, олардан кейін Golgi жиынтығына барады. И то же самое бұдыр ЭПТ-мен. Бұдыр ЭПТ-да рибосома арқылы жасалынады, алайда ЭПТ-ның ішіне барады сразу, есікке кіріп. И то же самое Golgi жиынтығына барады. Не үшін Golgi жиынтығына барады? Бұның барлығын біз қазір Golgi-ді қарастырған кезде айтып кететін боламын. И одан кейін Golgi бұларды жасушаның керек түкпір-түкпіріне таратып жібереді. Хорошо? Так, вот как раз міне Golgi жиынтығы бұл бізде транспорттың бастығы. Өзіне келген заттарды, жаңағы ЭПТ-дан айттық та, біршама заттар келеді деп, именно осы жағынан міне көріп тұрсың. Бұны қазір өтеміз тоже қалай аталынатын. Бұларды өзіне жинап алады, көмірсулар бар, іштерінде майлар бар және де нәруздар бар. И вот тап осыларды ол алып модификациялайды. Міне да, нәруз, көмірсу, липидтерді жинап алды да, одан кейін оларды модификациялайды және де бір көпіршіктерге салып жібереді. Міне мынандай көпіршіктерге салып алады да бүйтіп. Айтады, мынаны қазір митохондрияға апарып таста дейді. Немесе мынаны қазір хлоропластқа апарып таста дейді. Немесе мынаны қазір лизосома жаса, мынаны немесе ядроға апар. Вот, осылай тасымалдайды. Яғни тасымалдаудың главный точкасы және де бұл кейбір заттарды тасымалдап тіптен жасушаның сыртына да шығарып жіберуі мүмкін. Яғни бұны біз еще жасушаның экспортты жүйесі деп те атай аламыз. Яғни жасушаның сыртына шығарып жібереді вообще. Мынау бізде жасушаның мембранасы болатын болса, вот соның сыртына шығарып жібереді. Және де бұл не үшін шығарады? Мысалы қазір саған күнделікті өмірден бір пример берейін. Сен қазір тамақ ішіп алдың. Сен тамақ ішіп алған кезде сенде ұйқы безі деген бар. Сенің асқазаныңның астында орналасқан. Вот сол ұйқы безінің ішінен
бізде ферменттер шығады және де гормондар шығады. Сол гормондардың бірі ол бізде инсулин деген гормон. Инсулин деген гормон сен тамақ ішкеннен кейін сенің тамағың қаныңа сіңіседі ғой. Сол қаныңа сіңіскен кезде жаңағы тамақтың деңгейі сенің қаныңда көтеріледі, и соны біз кері түсіруіміз керек. Себебі бізге тепе-теңдік ұстап тұру керек әрдайым. Вот сол кезде как раз таки біз инсулиндерді шығарамыз. Сол инсулин қалай шығады? Инсулин мына біздің айтқан ұйқы безінің ішіндегі жасушалардан шығады. Вот сол жасушаларды елестет мынандай етіп. И осы жасушаларда мынандай аппарат Golgi'лары бар. Осындай аппарат Golgi'лары бар деп елестет. И бұларға сигнал келеді, давайте инсулин шығарамыз деп. И бұлар инсулинді ЭПТ-ның ішінде жасап алады, мысалға, и одан кейін аппарат Golgi'ға жібереді, и олар былай жүреді, бұлар көпіршікке қаптайды оны, және де көпіршікке қаптап сыртқа шығарып жібереді. И осылайша мына жерде бізде инсулиндер жүреді, бұл қайда барады? Бұл қанның ішіне түседі. Жаңағы ұйқы безінен қанның ішіне барады. Вот, яғни көп жерде көп секреция болатын органдарда бізде Golgi аппараты көп болады деп айта аламыз. Осындай сұрақ келіп қалады. Мысалға айтады, қандай органдарда именно Golgi аппаратын көп болады деп ойлайсың дейді, саған там, не знаю, өкпені беру мүмкін, одан кейін бауырды беру мүмкін, одан кейін бұлшықетті беру мүмкін, және сүйекті беру мүмкін. Сен осы жерде көбінесе біз бауырды таңдаймыз да. Неге? Себебі бауырда бізде көптеген секреция процесі жүріп отырады. И жалпы көптеген бездерде жалпы аппарат Golgi бізде көп. Себебі бездер бізде көп секрециялайтын орган. Окей? Так, міне, мына жерде жазып кеттік. Секрецияны айттық, гормонды айттық, фермент айттық, көбінесе жаңағы сыртқа именно шығатын заттар. И мына жердегі айтқандарымыз да жинау дедік, сосын модификациялау, яғни түрлендіру. Мына келген нәруыздар бар ғой, немесе мына көмірсулар бар, липидтер бар, олардың барлығы түгелімен дайын вариантта келмейді. Ол Golgi аппаратқа келеді, и потом только Golgi аппараты оны өзгерту, яғни модификациялау арқылы дайындайды, конечный формасына енгізеді. Мысалға, белокты етке бөліп тастау мүмкін, немесе көмірсуды белок нәруызбен алып бір-біріне қосып жіберу мүмкін, немесе майды нәруызбен бірге қосып жіберу мүмкін, майды көмірсумен бірге қосып жіберу мүмкін. И осылайша ол соңғы готовый вариантына дейін жеткізіп береді кез келген макромолекуланы. И егер де оның біз организациясына қарайтын болсақ, міне, мына жердегі оранжевый түстегі ол бізде ЭПТ, осыдан бізге аппарат Golgi'ға бірнеше көпіршіктер келеді бүйтіп, и мына жерден келіп қосылады да, міне көріп жатсың. Осы қосылатын жағын біз цис полюс деп атаймыз. Цис полюс немесе басқаша оны еще проксималды дейді. И оны біз қалыптастырушы деп айтамыз, себебі осы жердегі келген көпіршіктермен жаңағы Golgi'дің денесі үлкейіп отырады. Себебі міне қара, мынандай бір көпіршік келіп қосылса, одан кейін тағы біреу келіп қосылса, одан кейін тағы үшіншісі келіп қосылса, аппарат Golgi'дің денесі жалпы үлкейе береді. Неге проксималды? Себебі проксималды деген бізде ағылшын тілінен жақын деген сөзді білдіртеді. И біз жасуша туралы айтып жатқан кезде көбінесе ядродан бастаймыз, сондықтан мынау именно ядроға жақын жағы. Сондықтан оны біз проксималды дейміз. Ал келесі мына жағын, яғни шығатын жағын, бұны біз дисталды деп айтамыз, немесе басқаша трансполюс деп айтамыз. Яғни мынау цис, мынау транс, и еще мынау бізде проксималды, мынау бізде дисталды жағы. Окей? Бұл бізде жетілген жағы, және де мына жерден бізде көпіршіктер қалыптасып сыртқа шығады. Яғни осындай көпіршіктер шығады да, мынау кері ядроға бару мүмкін, жаңа айттық, немесе мынау допустим митохондрияға бару мүмкін, немесе мынау жасушаның сыртына шығып кету мүмкін. Окей? И мына аппарат Golgi'дің денесін әр қапшықтарды мына жердегі тұрған, бұны біз диктиосомы деп атаймыз. Мынау диктиосома, мынау диктиосома, мынау диктиосома. Окей? Бұлар цистерналарға ұқсайды. Цистерна деген кәдімгі пойыздың цистерналары бар ғой, затты тасымалдайтын. Вот как раз солай да елестете аласың даже қызметі жағынан. Себебі пойыздың цистерналары именно заттарды тасымалдауға көмектеседі, правильно? Там Оралдан мысалға Алматыға деген сияқты. Вот тап сол сияқты. Мына жерде аппарат Golgi'дің ішіндегі диктиосомаларды, мына қапшықтарды біз цистерналар деп те елестете аламыз. И осындайдың примерно әр аппарат Golgi'да 4 және 6-ы осы аралықта болады. 4, 5, 6 штугы болады. И тағы важный момент, мына жерде кейбір көпіршіктер, осы аппарат Golgi'дан сыртқа шығатын көпіршіктер, оларды қалай елестетесің? Мысалға, допустим, бүйтіп тұрған аппарат Golgi деп елестет, и оның шеті мына жері бүйтіп тұрады, шук деп бүйтіп бөлініп кетеді. Тап осы көпіршік болып кетеді. Мынау тоже бір мембраналы бізде, и осының кейбіреулері лизосомаға айналады. Яғни біз халымызда лизосоманы жасап аламыз Golgi аппараты арқылы. Міне, бұл лизосомы тек қана аппарат Golgi'дің ішіне шықпайды, алайда сұрақ келіп жатса аппарат Golgi деп белгілейсің, но біз білеміз аппарат Golgi өздігінен нәруыз жасай алмайды. Ол нәруызды қайдан алады жасау үшін? Ол нәруызды бұдыр ЭПТ-дан алады да. Бұдыр ЭПТ-ға нәруыз рибосом арқылы түседі, одан кейін тағы өзгереді там ЭПТ-ның ішінде, одан кейін аппарат Golgi'ға жіберіледі, и соңында аппарат Golgi'дің ішінде жаңағы нәруыздар именно гидролитикалық ферменттерге айналады. Гидролитикалық деген, гидро деген бізде су деген мағынаны білдіртеді, литика, лизис деген жалпы бізде бұзу, бытышын шығару,
ыдырату деген мағынаны білдіртеді. Яғни бұл бізде су арқылы ыдырату деген сөзді білдіртеді. Бұл жердегі ферменттер не істейді? Міне, мына қызыл түстегілер бұл бізде жаңағы гидролитикалық ферменттер, мынау лизосоманың іші. Бұлар келген затты ыдыратады. И как раз таки тап осы бізде лизосоманың функциясы. Міне, мына гидролитика деп тұр, то же самое. Лизосоманы, лиз деген сөз ол жаңағы ыдырату, бұзу, бытшытын шығару, сома деген ол бізде дене, яғни ыдырататын дене да. Мысалға тамақ келді, жасушаның ішіне тамақ кірді, и сол тамақты енді бізге ұсақтау керек. Вот соны как раз таки жасайтын осы лизосомалар, яғни жасушаның бұл асқазаны. Хорошо? Міне айтылып тұр, түйіршікті эпатода ферменттер жасалынады, одан кейін гольжиға келеді, гольжида келгеннен кейін модификацияланады, қапталынады, и одан бізде лизосома атып шығады ішінен. Хорошо? Лизосоманың тағы да жасушаның, тек қана жасушаның деңгейінде емес, организмнің деңгейінде ойнайтын функциялары бар. Қазір оны айтып өтетін боламыз. Жаңағы айтылған біздің эндоцитоз деген жасушаның ішіне бір затты алу, мына қызыл затты алу, мысалға ол бізде эндоцитоз деп аталады. И сол эндоцитозды біз екіге бөле аламыз. Біріншісі фагоцитоз, екіншісі пиноцитоз. Фагоцитоз деген бізде қатты заттарды ішке алу, қатты именно. Ал пиноцитоз деген бізде сұйық заттарды ішке алу. Окей? Міне. Одан кейін бұл көпіршік болып ішке кірді ғой, міне бір мембраналы да тек қана. Одан кейін мына жасыл түсті біріншілік лизосоммен, кстати, осы жерде тоже мына момент сұралып қалды мен есімде, біріншілік және де екіншілік лизосома не деген, екеуінің айырмашылығы қандай деген сұрақ болды. Вот сол кезде жауап беру үшін қазір дұрыстап тыңдап алып, міне осы келген мынау бізде тамақ, вот сол тамақпен бізге мына лизосома екеуі бірігеді мына жерде, и осылайша мына лизосоманың ішіндегі жаңағы айтқан гидролитикалық ферменттер былай барады да ішке барып, мына қызылды барып уақтайды, да? Именно уақталып қалғаннан кейін бұл қапшықты лизосома мен жаңағы мембрана көпіршік біріккен қапшықты біз екіншілік лизосома деп атаймыз, уже мына жерде тұр. И бұның ішіндегі заттар кері жасушаның ішіне сіңіріліп алады, жаңағы керек заттары именно. Ал керек емес қалдық денелері экзоцитоз арқылы мусор, яғни сыртқа шығып кетеді, міне. Көріп тұрсың, сыртқа шығып кетеді. Вот, но бізде тамақпен болған зат, и тап осындай зат біздің жасушаның ішіндегі кейбір органеллалармен де бола алады. Яғни, мысалға, мына жерде митохондрия тұр деп елестет, да, митохондрия, и бұл сигнал жіберіп бастайды. Мен шаршадым, мен ауырып жүрмін, мен жұмыс істегім келмейді дейді. Сол кезде жасуша не істейді? Оны до конца ұстай бермейді ғой, правильно? Оны как-то бір қолдану керек. Ол и так өлейін деп жатыр, ол шаршады, и бұл митохондрияны тұрады, тағы да осындай бір мембраналы көпіршікпен орайды, бүйтіп сыртынан. И одан кейін тап осыны алады да мынандай етіп лизосоммен біріктіріп жібереді. И лизосомның ішіндегі гидролитикалық ферменттердің барлығы осы митохондрияға барып шабуыл жасап, оны сындырып, бытшытын шығарады да, ыдыратып жібереді де, керек заттарын кері ішке алып аламыз, и керек емес заттарын сыртқа просто шығарып жібереміз экзоцитоз арқылы. Ол шығаруды біз экзоцитоз деп атаймыз. Хорошо? И неге мына жерде біз бірінші мембранамен қолдандық? Себебі, егер де біз просто барып лизосоманы ашып жіберетін болсақ, онда лизосома тек қана митохондрияны емес, ол жасушаның ішіндегі қалған заттарды ыдыратып, бытшытын шығарып, уақтап бастайды. Сондықтан біз отдельно бөліп алуымыз керек бірінші митохондрияны, одан кейін барып лизосоманы қосып жібереміз. Фаст деп. Окей? Алайда кейбір кездерде лизосоманы біз просто такта ашып жібере аламыз. Ол как раз таки жаңағы мен айтайын деп жатырған ағзаның, организмнің деңгейінде болатын өзгерістерге байланысты. Міне, автолиз деген бізде процесс бар. Мысалға, егер де біз бақаларды қарайтын болсақ, бақалардың басындағы бастапқы стадиясы дамудағы шөмішпас деп аталады, головастик деп. Осы шөмішпас ол больше балыққа ұқсайды. Міне, мына жерде көріп тұрған ол бізде шөмішпас, осы бізде бақаның кішкентай кездегі бөпе түрі деп ойласақ болады. И оның құйрығы бар, аяқтары ештеңесі жоқ. И осы бізде метаморфоз деген процесс арқылы, метаморфоз деген бізде құрттан көбелек шығады, яғни кішкентай кезі мен үлкен кезінің арасындағы айырмашылық, ерекшелік өте үлкен. Вот сол процесті өтуін біз метаморфоз деп айтамыз. То же самое, но бізде бақаға мүлде ұқсамайды, но больше балыққа ұқсайды. Алайда бұл бақаға даму керек метаморфоз арқылы. И сол кезде мына құйрығы түгелімен түсіп қалады. Осы құйрық түгелімен түсіп қалады. И бұл қалай түседі? Мынаның ішіндегі жасушалар бар, әр жасушалар өздерінің ішіндегі лизосомасын ашып жібереді. И лизосома ашылып кеткеннен кейін ол өзінің жаңағы жасушасын түгелімен жеп қояды. Яғни уақтап тастайды, ыдыратып тастайды. Вот тап осы процесті біз автолиз деп атаймыз. Лиз деген жаңа айттық та, ыдырату деп, авто деген өзін-өзі деген сөз. Яғни өзін-өзі ыдырату, жасушаның лизосоманы ашу арқылы өзін-өзі ыдыратып жіберу. Ал осыған дейінгі айтылған автофагия, бұл бізде өзін-өзі жеу деген сөз, именно өзінің ішіндегі заттарды жеу деген мағынаны білдіртеді. Хорошо, мысалға жаңа біздің айтқан митохондрияны. Окей? Вот тап осы өзгешеліктерді жаттап ал. ЭПТ, аппарат Гольджи, лизосома
И бізде тағы да бір мембраналы органелла, ол пероксисома. Міне, мынау бізде көптеген көпіршіктерді осылай елестете аласың. Мына жердегі сап-сары түстегі түрлері, бұлар бізде кәдімгі фосфолипидтер, екі құйрығы бар, мына жердегі бастары бар, бір-бірлерімен аяқтарымен бүйтіп тіресіп тұратын жаңағы мембрана. Бұл кәдімгі жасушаны да қоршап жатырған тап осындай мембрана. Вот. И көптеген көпіршік, жаңа біздің айтқан лизосомасы болсын, жаңа даже аппарат Гольжи болсын да, бұл кішкене ұзынырақ, енді дөңгелек емес, мынандай ол ұзын болып келеді. Жаңа айттық біз қапшық сияқты деп. Аппарат Гольжи да тоже самый, бірақ бәрі осындай бір мембранамен қапталған. И пероксисоманың ішінде мынандай нуклеоид деген ферменттердің тығыз орналасқан жері бар. Бұл жерде примерно 50-60 шақты фермент болады. Міне, 50-60 шақты фермент. И ол ферменттердің көбі бізде оксидазалар мен каталазалар. Олар не істейді бізде? Оксидаза бізде сутек пероксидін түзеп береді. Оны сутек пероксидін жасайын деп жасамайды. Алайда көбінесе бұл жерде жаңағы бета тотықтыру деген процесс бар, оны дұрыстап өтетін боламыз деді молекулалық биологияда. Біз, жаңағы келген майлы қышқылдар бар ғой, вот соны тотықтыруымыз керек как-то. Міне майлы қышқылдардың водородтарын, яғни сутектерін алуымыз керек. И осылайша біз мына А деген майлы қышқыл болса, соны сутексіз қалдырамыз соңында. Вот, осыны жасау барысында себебі біз мынаны дальше қолданамыз апарып. Бұны біз митохондрияға жібереміз, и одан энергия шығаруға болады, мысалға, да, АТФ, допустим. Ол жер бізге керек емес, бірақ мен саған жалпы картинканы айтып кетіп жатырмын. И сол кезде бізде мынандай сутек пероксиді деген өте зиянды зат шығады. Жасушаға өте зиянды зат. Яғни бізге керек процесс жүрді, и соның арқасында бізде мына жерде зиянды зат шықты. И бұл зиянды затты тоже кетіру керек. Вот сол кезде как раз таки екінші фермент класстары каталазалар деп аталады. Бұл не істейді? Бұл осы жаңағы түзілген сутек пероксидін алады, сутек пероксиді деп аталады. Оны тағы бір май қышқылмен қосады да, и еще тағы бір май қышқылын біз тотықтырып аламыз. Дальше энергия шығаруға береміз, немесе басқа заттар үшін қолданылады бұл. И жаңағы сутек пероксидін осы жердегі сутектерді тағы да тартып алумен біз просто екі су молекуласын босатып жібереміз. Ал су біз білеміз өте қатты зиян емес, сондықтан бұны біз сыртқа шығарып жібере аламыз. Яғни майлы қышқылдарды тотықтыру үшін және де сутек пероксидін усыздандыру үшін деп айтамыз ба, детоксификация да усыздандыру үшін осы пероксисома деген органеллалар бізге керек. И бұлар мысалға тек қана сутек пероксидін емес, жалпы көптеген улы токсичный заттарды усыздандыруға қатты көмек береді. Мысалға соның бірі этил спирті. Кәдімгі адамдар арақ ішкен кезде осы этил спиртінен пероксисомалар оларды тотықсыздандыру реакциясынан өткізіп сірке альдегидіне дейін апарады. Яғни сірке альдегиді бізде этил спиртіне қарағанда қатты опасный емес. Сондықтан даже кейбір точно емес түгелімен, алайда көптеген мысалға арақты көп ішетін адамдар бар, типа алкаштар деп айтамыз ба. Вот солардың бауырларындағы именно жасушаларда осы пероксисоманың саны өте көп дейді. Себебі олар арақты постоянно ішетін болғандықтан олардың бауырлары соған адаптацияланып, соған подстроиться етіп жатыр, бейімделіп жатыр деген сөз. Хорошо? И потом бұлар, жаңа біз айттық, осындай бір көпіршіктерден тұрады деп айттық қой пероксисомалар. И бұлар қалай бөлінеді? Мұна бізде осындай пероксисом болса, олар бүршіктену дейді осы процесті. Яғни тап осылай тұрып просто екіге бөлініп қалады. Вот тап осы бүршіктену арқылы бір-бірін көбейтеді. Яғни өзін-өзі өндіруші органоид. Мысалға лизосома олай істей алмайды. Лизосоманы бізге отдельно аппарат Гольжи шығарып беру керек деген сияқты. Ал мынау болса өзіндігінен өзі көбейе алады. Так, пероксисомадан кейін бізде тағы бір мембраналы, ол вакуольдер. Вакуольдер негізі өте ерекше органелла, себебі оны мысалға кейбіреулер айтады, жануарларды жоқ деп айтады да, мысалға, или оның бар ма жоқ па екенін точно білмейсің, себебі кез келген көпіршік вакуоль болып кетуі мүмкін түбінде. Көптеген көпіршіктер егер бірігіп кететін болса, ол бізде вакуоль болып кетеді. И тап сондай бізде өсімдіктерде болады. Оларда жас кезінде ұсақ вакуольдер жүреді, отдельно бүйтіп осындай кәдімгі көпіршіктер түрінде жүреді, и олар бір-бірлерімен қосылып кетеді. И қосылып осылайша орталық вакуоль, немесе бұны басқаша біз нағыз вакуоль деп айтамыз. И осы как раз таки нағыз вакуоль, орталық вакуоль бізде ол өсімдік жасушаларында кеңінен тараған. Ондайлар қарапайымдылар да, жануарларда жоқ. Бізде вакуоль бар, бірақ именно нағыз немесе орталық вакуоль жоқ. И ол өсімдік жасушасының 95%-на дейін алып кете алады, яғни жасушаның ішін полностью алып ала алады. И қалған митохондриясы болсын, хлоропласты болсын, ядросы болсын, оның барлығын сырт жаққа сырып тастайды. Жасушаның сыртына сырып тастайды. И мына көпіршіктер, мына жердегі басында болған көпіршіктер бізде қайдан түзелді десең, олар бізде кәдімгі эпт мен Гольжи арқылы, себебі осы екеуі бізде әрдайым көпіршіктерді түзе береді. Вот, осыны бізге түзеп береді деп, осылар бірігіп кетіп, бізде мынандай үлкен орталық вакуольге дейін айналып кетуі мүмкін. Бұның ішіндегі сұйықтық примерно состав жағынан цитоплазмамен ұқсайды, мына жердегі цитоплазманың сұйықтығына ұқсайды, алайда өзгешеліктері бар біршама. И оны біз жасуша шырыны деп атаймыз.
мына вакуольдің ішіндегі сұйықтықты, және де оның мембранасын біз тонопласт деп атаймыз. Мына тонопласт деген тоже келіп қалуы мүмкін. Хорошо, так что жазып ал дұрыстап. Енді қара, жаңа біз айттық, цитоплазмаға қарағанда кішкене өзгешелеу болуы мүмкін деп функциясы. И солардың бірі мысалға вакуольдердің ішінде бізде гликозидтер, алкалоидтер бола алады. Қазір әрқайсымен танысып өтейік. Алкалоидтар дегеніміз жалпы ішінде азоты бар органикалық заттар. Мысалға, міне, мына жердегі тұрған кофеин, кәдімгі кофенің ішінде болатын кофеин. Біздің ішетін кофе бар, рахаттанып, вот солның ішіндегі кофеин ол алкалоидтың бір түрі. Окей? И ішінде қарап отырсаң, кофеиннің ішінде міне азоттар бар. N азоттар бар. Вот осы бізде алкалоид. Потом никотин кәдімгі. Темекі тартады адамдар. Вот соның ішінде де бізде азоттар бар. И бұны біз өсімдіктерден аламыз. И тап осы никотин да жаңағы вакуольдің ішінде сақталынады. Кофеин да бізде вакуольдің ішінде сақталынады, білмеген болсаң. Жалпы көптеген, мысалы, апельсиннің шырыны бар, о даже ішетін. Оның ішіндегі де жаңағы шырындар тәтті дәмін береді. Олардың да көбі вакуольдің ішінде сақталынады. Жалпы көптеген өсімдіктерде өсімдіктердің именно жемістер болсын, жидектер болсын, көкөністер болсын, олардың көбінде именно вакуольдің ішінде жаңағы заттары сақталынады. И потом бізде гликозидтер деген бар. Гликозидтер деген жалпы бұл үлкен класс, өсімдіктерден шығатын, табиғатта таралған бір шеті көмірсу және де екінші шеті көмірсу емес болып саналынатын органикалық қосындыларды біз гликозидтер деп атай аламыз. Бұның түрі өте көп, қазір бас ауыртпаймыз оның бәріне. И соның бірі мысалға ол антоциандар. Осы гликозидтің түріне жатады. Антоциандар деген бізде осыған дейін хлорофилл дегенді естуі мүмкінсің сен. Хлорофилл деген жапырақтарға жасыл түс беретін жасыл пигмент. Одан кейін каротиноид деген бар. Ол мысалға сәбізге жаңағы қызыл оранжевый түсін беретін пигмент. Біздің денемізде меланин деген пигмент бар. Біздің кожамызға түс беретін. И тап сондай пигменттің бір түрі тоже мына антоциандар. Бұл өте қою түстерді береді. Мысалға көбінесе бұл жидектерде. Мына жерде, допустим, малина, голубика, клубника, көптеген осындай именно жидек тәріздес өсімдіктерде осы антоциандар көп, және де бұл бізге өте пайдалы негізінен. Өте пайдалы болып саналынады, сондықтан жидекті көп жеу рекомендация болып саналынады көптеген нутрициологтардың арасында. И бұл біз айттық гликозидтерге жатады дедік қой. Гликозидтердің көбі пайдалы болуы мүмкін, алайда бұның ішінде зияндары да бар. Мысалға, наперстняк деген бір өсімдік бар, оны дәрі етіп те қолданылады, жүректің функциясын восстанавливать ету үшін де, кері дұрыс жағдайға келтіру үшін. Алайда оны егер дұрыс қолданбайтын болса, ол жүректі тоқтатып тастауы да мүмкін. Бұрынғы кезде даже өсімдіктерді көптеген жаңағы дәрілік қасиеттері үшін де қолданады, кейде улау үшін де қолданады. Мысалға, бұрынғы кезде соғыста жебенің басын, жаңағы наперстняк болсын, немесе басқа бір өсімдіктер бар, соны бүйтіп езіп, жаңағы жебенің басына жағып, и осы адамдар бір-бірлеріне атады, чтобы оны тезірек өлтіру үшін, жауды тезірек өлтіру үшін. Вот, осының барлығы бізде гликозидтер, жаңағы өсімдіктердің айтқан жаңағы дәрілік қасиеттері болсын, улық қасиеттері болсын, көбі осы гликозидтерге байланысты, и олардың барлығы жаңағы вакуольдің ішінде орналасады. Еще тағы бір момент, көп жерде айтыла бермейді бұл. Мына жерде егер де қарап отырсам, мынау кәдімгі дән, допустим, бидай. Осы бидайдың қабығы бар ғой, міне отрубы қабығы, сол қабығының астынан, міне 5 санмен көрсетілген, бізде алейрон түйіршіктері бар, алейрон қабаты болады, алейрон қабаты. И бұның қандай ерекшелігі бар? Егерде 6 санмен көрсетілген, бұл бізде эндосперма, бұл бізде жаңағы өсіп келе жатырған мына жердегі ұрыққа немесе дәнге көмектесетін тамақтар бар бұл эндосперманың ішінде. И осы эндосперманың ішіндегі заттарды, тамақтарды мына өсіп келе жатырған ағзаға беру үшін, мына ертең өсіп етіп ағашқа айналады. Допустим, бұл ағашқа айналады деп айтайық. И вот как раз таки осы эндосперманың ішіндегі заттарды мынаған өткізу үшін, дәнге өткізу үшін, мына алейрон түйіршіктерінің ішіндегі нәруыздар немесе ферменттер бірінші эндоспермаға кіріп, етіп, оны уақтау керек. Яғни мына алейрон деген қабаттағы жасушалардың ішінде алейрон түйіршіктері бар, и оның ішінде міне нәруыздар деп жазып қойған. Нәруыздар көбінесе ол ферменттер бар. Жақсы ма? Метаболизм, яғни мына эндосперманы уатып, жаңағы өсіп келе жатқан өсімдікке беретін нәруыздар. Вот, солардың барлығы осы алейрон түйіршіктерінде, алейрон қабатының ішінде жататындар тоже вакуольдің ішінде сақталынады. Яғни алейрон түйіршіктері дегеніміз просто жаңағы вакуольдер. Жақсы ма? Ішінде нәруыздары бар, ферменттері бар, вакуольдер. Вот, осындай тағы бір ерекше қызметі бар. Осыған дейін айтып келгендеріміз бұл көбінесе өсімдіктер жасушасымен байланысты, себебі вакуольдер бізде көбінесе өсімдік жасушаларында. Алайда қарапайымдыларда да, жануарларда да бұндай вакуольдер бола алады. Мысалға, автофаг вакуолі деген, жаңа осыған дейін айттық қой, бізде лизосоман өткен кезде процесті, там митохондрияны бір көпіршік қаптайды, одан кейін оған лизосома келіп бірігіп кетеді. Вот тап соны біз автофаг вакуольдері деп атаймыз бірге. Жақсы ма? И асқорту вакуолі деген бар, то же самый жаңағы біз ішке
тамақты алып алдық қой, вот соны біз ас қорыту вакуоль деп айтамыз. Сол көпіршік, жалпы көптеген көпіршіктер осыған дейін айтқан болатынмын да, вакуоль болып кете алады деп. Вот осындай вакуольдер жануарларда бар. Міне мынау жаңағы біздің айтқан дән, бидай, допустим, осының ішінде жаңағы алейрон қабатында алейрон түйіршіктері жатады. Потом міне бір жасушалыларда немесе қарапайымдылар деп атаймыз, немесе протистер дейміз. Олардың іштерінде жиырылғыш вакуольдері бар. Жиырылғыш вакуольдер. Бұл өте ерекше вакуоль, и ол не істейді? Ол бізде ішке кіріп кеткен артық суды немесе іштегі мусорларды өзінің ішіне алып, жасушаның сыртына шығарып жібере алады. Яғни мына вакуоль тұрса, допустим, ол ішіне заттардың бәрін алып алады, артық керек емес заттарды, и осылай алады да жасушаның сыртына шығарып жібереді. Яғни бір жасушаларда ол бөліп шығарушы қызметті атқара алады. Осындай сұрақ келуі мүмкін. Жалпы бөліп шығару органы, органелласы көптеген жерде келіп жатады. Мысалға, өрмекшінің бөліп шығарушы қызметін қандай орган атқарады, немесе там құстардыкін қандай атқарады, и бір жасушалы немесе осындай қарапайымдылардың бөліп шығару қызметін қандай органелла атқарады деп келетін болса, ол кезде сен жиырылғыш вакуоль деп жазасың. Еще осмореттеуші дегеніміз ол как раз таки осы судың тепе-теңдігін ұстап тұру. Соны біз осмореттеуші деп атаймыз. Яғни мына жердегі жиырылғыш вакуоль еще и осмореттеуші рөлін атқарып тұр. Так, бояуды жаңа айтқан болатынбыз. Ішінде тек қана антоциандар емес, жаңағы жетектердегі сияқты жалпы неше түрлі жаңағы өсімдіктің именно гүлдеріне де цвет беретін көптеген пигменттер бізде осы вакуольдің ішінде сақталынады. И біз вакуольді, эндоплазмалық торды, аппарат, Гольджи аппаратын, лизосоманы, жалпы жасушаның денесіндегі көптеген мембраналы, именно бір мембраналы құрылымдардың барлығын бірге бірыңғай вакулярлы топ деп атаймыз, немесе эндомембранды тор деп айта аламыз. Эндомембраналы тор деп айта аламыз. Жақсы ма? Эндомембраналы тор дегеніміз, яғни жасушаның ішіндегі бір мембраналы органеллардың жиынтығы. Осының барлығын біз бір сөзбен эндомембраналы тор деп айтып жатамыз. Мына жерде жаңа кейбір қызметтері біздің айтқан су жинау, тургор қысымы, ерігіш метаболиттерді жинау, қоректік заттарды жинау, осының барлығы жаңағы вакуольдің қызметтері. Енді бір қызық жайт басталады. Көптеген кітаптарда қалай бетін ашып толықтай мынау осындай деп айтылмайды. Қазір мен айтайын деп жатырған затқа бұл бізде кірпікшелер мен талшықтар. Және де қазір өтетін базальды дене немесе кинетосома деген тағы бір органелла бар. Көп жерде айтыла бермейді, опять же. И бұлар бір мембраналы ма, әлде мембранысыз ба деген сұраққа қазір жауап беретін боламын. Бұны кітапта бір мембраналылардың ішінде беріп кеткен, алайда мен басқаша зат айтайын деп жатырмын сендерге. Жасуша орталығының өнімдері дейді. Жасуша орталығы деген алдыңғы сабақта өткен болатынбыз, да, мембранасы жоқ, микротүтікшелерді жасайтын органоид. Тап осының өнімдері, яғни бұлар, скорее всего, микротүтікшелер. Бұлар микротүтікшелер бізде. И тап осы микротүтікшелер бізде кірпікшелер болып кете алады, мына жердегі сияқты. Қысқа және де көп, неше түрлі кірпікшелер жатыр. Немесе бұл талшықтар болып кете алады. Мына жердегі ұзын және де аз, бұл бізде талшықтар. Мынау кірпікшелер. Мынау кірпікше емес, мынау бактерияда кірпікшелер деген жоқ. Бұларда больше пили или фимбри деп айтады. Асма кірпікшелер деген больше мына жердегі именно кірпікшелерді көрсек болады. Вот, осылар бізде микротүтікшелерден тұрады, яғни нәруыздардан тұрады. Мына жақта біресе бар ма қасында көрсетілетін. И бұлар бізде жасуша орталығының өнімдері дейді. Бұл именно жасуша орталығының емес, алайда жасуша орталығына өте қатты ұқсайтын бір органелла бар, кинетосома деген, немесе басқаша базальды дене деп атайды. Вот осыдан шығатын органоид. Ол қалай көрінеді? Базальды дене, міне, кәдімгі центросоманың центриоліне ұқсайды. Естеріңе түсіретін болсаңдар, алдыңғы сабақта өткен, но біздегі центросома, соның бір рашкейн немесе рошкейн деп айтқан болатынбыз. Осы бізде центриол деп аталады, и тап осы мына базальды денеге ұқсайды, да? Екі бір-бірлерінен аумайды, даже формуласы да, бұл да 9+0. Екі бір-бірлеріне қатты ұқсайды, және де бұл неге көп жерде айтыла бермейді, бұл именно органелла, себебі бұл барлық жасушада емес, бұл өсімдіктерде мүлде жоқ, саңырауқұлақтардың көбінде жоқ. Жалпы жануарлардың да көбінде жоқ, тек қана талшықтары керек, кірпікшелері керек жасушаларда бар. Яғни бізде мысалы тек қана тыныс жолымызда бар кірпікшелер, правильно? Және де мысалы сперматозоидта бар талшық, вот сондай кейбір жасушаларда бар деген сөз. И қарапайымдардың кейбіреулерінде бар, там именно талшықтарды қолданып немесе кірпікшені қолданып қозғалатын жасушаларда болады. Сондықтан көп жерде айтыла бермейді. Ал мысалға центросома ол почти барлық жасушада бар, правильно? Сондықтан біз оны әрбір жерде айтатын боламыз. И вот тап осы базальды дене бұл мембранаға жақын орналасады. Мысалы микроскоптың астынан көрсеткен, но бізде мембрана болса, допустим, жасушаның мембранасы болса, міне тап осы жерде, мына жерде бізде базальды дене орналасқан бүйтіп, и одан бүйтіп мына жерден микротүтікше өседі өйстіп. Микротүтікше өседі.
И ол микротүтікшені мына мембранасы бар, жасушаның мембранасы, сол бүйтіп барып қаптап алады бүйтіп. И осы жерде сұрақ. Сонда мына микротүтікше именно осы кірпікше болсын, мына жердегі талшық болсын, оның мембранасы бар ма деген сұрақ. Ол яғни бір мембраналы ма деген сұрақ, да? Алайда, мына жерден дұрыс көрініп тұр. Міне көк түстегі мынау бізде мембрана, и мынау ортасынан өтіп жатырған бүйтіп, мынау бізде микротүтікшелерден жасалған, допустим, мынау талшық, да, именно біздің случайда. Допустим, сперматозоидтың талшығы. И соны мембрана қоршап жатыр ол бүйтіп. И бұда мембрана бар ма деген сөз. Бірақ біз жоқ деп айтамыз. Неге? Себебі мынау бізде жасушаның, қара, мынау бізде жасушаның денесі деп ал. Оның ішінде бір мембраналы орган деп біз нені айтамыз? Қызыл түстегі жасушаның мембранасы, и оның ішінде отдельный мембранасы бар, мысалға мынау лизосома. Немесе мынау бізде жаңағы аппарат Гольжи, да? Немесе мына жердегі бір эпт, допустим. Бұлардың өздерінің мембранасы тұр отдельно. Мына мембранадан, жасушаның мембранасынан бөліп отдельный мембранасы тұр. Ал мына талшықтар немесе кірпікшелер болса, олар бүйтіп өседі, мысалға да сыртқа. Басқа түсіме істеп қойын қазір. Именно ішіндегі микротүтікшені мына өсті мысалға. И оны бізде жаңағы мембрана бар қоршап алады бүйтіп. Мембрана бар қоршап алады бүйтіп. Оп, деп қоршап алады. Алайда мына көк тұрған микротүтікше ол как раз таки сол талшық негізінен. Просто ол мембранамен бірге жүреді көбінесе, да, мембрана орайды. Алайда бұны біз мембраналы деп айта алмаймыз түгелмен. Себебі мембрана болу үшін оның өзінің бүйтіп қоршап тұрған мембранасы болу керек еді. Жақсы ма? Өзінің ішіндегі мембранасы болу керек еді, оны мембрана деп атау үшін. Алайда мына көк түсіп тұрған бізде осы жаңағы микротүтікше, мына жерде розовый немесе фиолетовый түспен белгіленген мына көк түстегі. И оны қоршап тұрған бұл кәдімгі мына жасушаның мембранасы бар ғой. Вот соның жалғасы просто бүйтіп өсіп кетті мына жаққа. Окей? Яғни мына іші негізі мына жердегілер ол цитоплазм болып саналынады, мына цитоплазмның жалғасы болып саналынады. И мына көк түсті микротүтікшенің ешқандай өзіндік мембранасы жоқ, сондықтан оны біз мембранасыз органелла деп атаймыз. Хорошо? Неге именно мембраналы органеллаларды өтіп жатырған кезде айттым? Себебі біз кеше мембранасыз өткен болатынбыз. И осы сабақта біз мембраналыны өтіп жатырық, екеуін бірге қорытындылап осы айырмашылықты айтып кеткім келді. Яғни базальды денені генатосома бұл көбінесе жаңағы талшықтар мен кірпікшелер айтылған кезде қозғалады. Себебі өздігінен жүре алмайды. Бұл даже органеллада емес негізі. Бұл жаңағы мына талшық пен кірпікшелердің бөлігі деп те айтсақ болады. И талшық пен кірпікшені біз мембранасыз органелла деп айтамыз. Жақсы ма? Мына ішіндегі көк түсті өзінің басты бөлігін аксонема деп айтады кейде. Хорошо? Так, вот, осымен бітірдік бір мембраналы органеллаларды. Мына жерде боялған түстегілер ол бізде бір мембраналар. Келесі сабақта біз екі қос мембраналарды, яғни өтетін боламыз. Қазір сұрақтарға жауап беріп тастайық, тездетіп, и потом солмен бітіреміз. Қарапайымдылардың бөліп шығару мүшесі, мына табошаны айтқан болатынбыз вакуольде өткен кезде, и ол бізде именно жиырылғыш вакуоль болады ответі. Потом шөмішбас құйрығының жойылуы. Шөмішбас деген головастик, бақаның головастигі, ол қандай процесс еді? Автолиз деген процесс, лизосома арқылы болатын өзін өзі өлтіру. Ол кезде жасушалар автолиз арқылы өзін өзі өлтіреді, и сөйтіп құйрығының ішіндегі жасушалардың барлығы түсіп қалады деген сөз. Жасушаның аз қорыту мүшесі деп аталатын органоид, ол бізде лизосома, да? Лизосома келген заттарды ыдыратады. Бітті. Келесі сабақта кездескенше сау бол.